Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ет пен балық өнімдері. Тема нашего сегодняшнего урока – мясные рыбные продукты. Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Жылқы еті, конина. Жылқы еті, конина. Жылқы етін алмайсыз ба? Не хотите конину? Жылқы етін алмайсыз ба? Не хотите конину? Қой еті, баранина. Қой еті, баранина. Мен қой етін алайын деп едім. Мне хотелось бы купить мясо баранины. Мен қой етін алайын деп едім. Мне хотелось бы купить мясо баранины. Сиыр еті, говядина. Сиыр еті, говядина. Төс ет, грудинка. Төс ет, грудинка. Тартылған ет, фарш. Тартылған ет, фарш. Тауық қанаттары, куриные крылышки. Тауық қанаттары, куриные крылышки. Үйрек, утка. Үйрек, утка. Бауыр, печень. Бауыр, печень. Өкпе, легкие. Өкпе, легкие. Тіл, язык. Тіл, язык. Балық, рыба. Балық, рыба. Сталған, копченая. Сталған, копченая. Жартылай сталған, полукопченая. Жартылай сталған, полукопченая. Кептірілген, сушеная. Кептірілген, сушеная. Сіздерде бір келіден өлшеніп оралған, ысталған, кептірілген балық бар ма? У вас есть расфасованная по килограмму копченая, сушеная рыба? Уылдырық, икра. Уылдырық, икра. Тұздалған, соленая. Тұздалған, соленая. Сіздерде қызыл уылдырық бар ма? У вас есть красная икра? Сіздерде қызыл уылдырық бар ма? У вас есть красная икра? Енді осы тақырыпқа байланысты сұхбатты тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, диалог к новой теме. Сіздерде жылқы еті бар ма? У вас есть конина? Бар. Неше келі ет аласыз? Есть. Сколько килограмм мяса возьмете? 3 келі жылқы етін аламын. Возьму 3 килограмма конины. Жақсы. Тағы не аласыз? Хорошо. Что еще возьмете? Сіздерде бұзау, сиыр еті бар ма? У вас есть мясо телятина, говядина? Иә, бар. Сізге қандай ет? Төс ет, сан ет, өлшейін. Какого мяса вам взвесить грудинки окорока? 4 келі төс ет өлшеңіз. Взвесьте 4 килограмма грудинки. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.